Сәлем, қалайсыздар достар? Мен біраз уақыт жоқ болып кеттім. Енді арнамда жаңа видео. Сіздерден қолдау күтемін. Біз бүгін творожный пирог жасайтын боламыз, бірақ бұл ерекше түрі. Ең алдымен осылай електен өткізілген ұнымыздың үстіне кішкене үй температурасында ерітілген сармаймызды біріктіріп крошка жасап алатын боламыз. Яғни үгіттелмелі түрін жасап алатын боламыз. Менің көмекшім қызым. Содан соң дайын болған крошкамыздың үстіне осылай жұмыртқамызды қосып алатын боламыз. Жұмыртқа араласып кеткен болғандықтан сіздерге байқалмайтын шығар, бір дана жұмыртқа жеткілікті. Содан соң қантымызды үстінен крахмалымызды қосып жақсылап осылай араластырып басын біріктіріп алатын боламыз. Мен арасында шым тұз қостым, ол жерін видеоға түсірмеппін. Сіздер де кішкене тұз қосып жіберсеңіздер болады. Осылай басында басы бірікпейтін сияқты көрінеді, бірақ жақсылап бірге қамырды осылай жасасаңыздар, видеода көріп тұрғандай басы күшті бірігіп әдемі қамыр дайын болады. Басын біріктіріп алған соң ешқандай да ыдысымызға немесе қолымызға да жабыспай керемет болып шығады. Содан соң дайын болған қамырымызды міндетті түрде холодильникке салып қоятын боламыз. Өте қатты болып қатаймайды, уайымдамаңыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай дайын қамыр болды. Осылай басы біріккен соң да жақсылап үйелеп алуымыз қажет. Елеп дайын болған қамырымызды 30 немесе 40 минутқа холодильникке салып қоятын боламыз. Содан соң жаңағы 30-40 минут тоңазытқышта тұрған қамырымызды алып осылай формамызға жайып алатын боламыз. Егер сіздерге қиын болса, ең алдымен оқтаудың көмегімен жайып алсаңыздар болады. Бірақ та осы қамырмен дайындалған болған соң бұл қатты болып кетпейді, жұмсақ жайылады. Менің формамның диаметрі 26. Сіздерде қандай форма бар, соған жасай берсеңіздер болады. Осылай жан-жағын біріктіріп, жақсылап бір тегістетіп дайындап алған соң, формамызға дайындап алған соң қамырды және массасын дайындап алғанша холодильникке салып қойсаңыздар болады. Міне мына жақта біз массасын дайындауға кірісіп кеттік. Менде 200 грамм сүзбе, яғни президент сүзбесі проценті 5 немесе 9% сүзбені пайдаланамын. Мен көбінше солай пайдаланамын. Содан соң 2 дана жұмыртқамызды үстінен қантымызды салып кішкене араластырып алатын боламыз. Қатты араластырудың қажеті жоқ. Егер сіздердің үйлеріңізде блендер болса, соған бір тегіс етіп езіп бастарын біріктіріп алсаңыздар болады. Бізге осылай творогы ірі болып тұрғандықтан мен осылай жасадым. Содан соң осы қаймақты сіздерге кеңес беремін алуға. Бұл 30-35% қаймақ, өте таза және де крем дайындауға болады екен. Осы қаймақ маған қатты ұнады. Бірақ түрі қандай екенін суретке түсіріп алмаппын. Келесіде жасаған кезде міндетті түрде суретке түсіріп алатын боламын. Менің арнама тіркеліп қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған Гүлшат. Менің арнамда сіздерге ұнайтын рецептер бар деп сенемін. Және де өз ойларыңызды комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Міне мен мұнда миксермен араластырып көрген түрім, бірақ олай болмайды екен, жан-жағына шашырап жаман болып кетті. Содан соң жай ғана венчикпен осылай жасап шығардым.
үлпілдек ауызда еритін пирог болып шығады екен. Сіздерге де кеңес беремін, жасап көріңіздер. Менің арнамда сіздерге ұнайтын рецептер бар. 180 градуста 30-40 минутта пісіп шығады, және сіз өз пешіңізге қараңыз, ас болсын.